Сіздерді бір сұрақ қинай ма? Неге атом бомба Семейге, неге атом бомбасы Капустинярға жарылды деп? Семейден Әлихан, Ахмет, Міржақып, абайлар, шәкәрімдер шығып отырған жер. Ал Капустиняр деген бөкей ордасы. Хан Жаңғыр бастаған, Махамбеттер бастаған, мына жағы Халел, Жаһанша Досмұхамедұлы бастаған кілең ұлттың зиялылары шыққан жер, сол жерлерге бомбаны тастады. Бүкіл әлем Нагасаки мен Хиросиманы ғана білет, 2 рет бомба тасталған. Ал біздің Семейге 349 рет тасталған бомба. Әлі күнге дейін зардабын өтеп келе жатыр. Семейде Абралы деген жер бар. Сол Абралы тауы болған, Сарыарқаның ең үлкен ұсақ шоқысы болған биік тау. Сапарғали Бегалин деген жазушы 80-ге толған кезде туған ауылына барады, сол кезде ауылын көріп жылаған екен. Бәрі түсінбей қалған маңайындағылар, Сапеке не болып қалды деп. Сонда айтыпты: әкесі өлгенді көрдім, анасы өлгенді көрдім, бауыры өлгенді көрдім, баласы өлгенді көрдім, тауы өлген адамды көрмедім депті. Тау өліп қалған, тауда тұрған зираттар ата бабасын барлығы бомба жарылған кезде жоқ болып кеткен. Міне, бұл қасірет. Қазір қазақ әлі күнге дейін сол жерлердің жазасын өтеп келе жатыр. Әнес Сарай деген жазушы болған, сол кісінің керемет бір сөзі бар. Шіркін-ай, бүкіл Қазақстанның көшелеріне жазып қоятын сөз. Сонда былай дейді: Алаштың табаны торғай дейді, жолыны жымпиты өзегі Семей дейді. Көз алдыларыңызға адам елестеп тұр ғой, табаны торғай дейді, нық тұр дейді. Өйткен торғайдан кілең мықты тұлғалар шыққан, анау нық тұратын жер. Жұлын дейді, мына мойныңыз айтып тұрған. Кілең батыстың жаңағы мінезді жігіттері жұлын болып тұрған. Өзек деген жүрек Семейдің білімді. Осы 3 жерден бізді кесіп тастаған. Біз қазір жарым жанды инвалид, мүгедек адамға айналып қалдық. Рухани қайыршы болып кеттік. Кедейліктің салдарына төмен түсіп кетті. Бұның барлығы бізді ділден, ұлттық құндылықтан, идеологиядан айырып тастаған соншалық. Мен үшін осыдан 2 күн бұрын қаралы күн болды. Менің намысымның жерге тапталған, рухымның сынған күні болды. Менің керемет шаһарым Алматыға қақ ортасына келіп, Александр Невскийдің бір кезде бізге құн төлеген адамның әулие деп, діни қайраткер деп оған ескерткіш қойып, бірақ аттың үстінде қолына қылыш ұстап тұрған адамның ескерткішін қойып кетті. Ал қолына қылыш ұстап тұру деген ол жаугершіліктің символы. Біз әлі күнге дейін құлмыз, осы отырған барлығымыз отарлық санадан айырылмаған құл болып отырған адамдармыз. Құлдықтан арылу керек. Құл тек қана қожайынның тілінде сөйлейді. Сіз қожайынның емес, әрқайсыларыңыз өз өмірлеріңізде қожайын болыңыздар, сілкіңіздер, ояныңыздар, серпілу керек. Тағы да оян қазақ дейтін сөзі айтатын заманға жетті. Майданға түсеміз.